Сәлем достар, бүгін сіздермен хит болып жатқан түрік тәттісі пломбир баклава, я болмаса сүтті баклава рецептісімен бөлісемін. Керек заттарды астына жазып қалдырамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жаңғақты суық суда бірнеше қайтара жуып аласыз. Жуған жаңғақтарды салфеткаға осылай жайып, сүртіп, противеньге қайта жаясыз. Сосын 160 градуста 10 минут шамасында толық кептіріп аласыз. Жаңғақ күйіп кетпеуін қадағалаңыз. Күйіп кетсе дәм беріп тұрады. Жаңғақты фисташкамен алмастырсаңыз да болады. Әрі қарай бос табамызға сары майды салып қайнатамыз. Баяу отта дәл осындай кейіпке келгенше қайнатып аласыз. Астын өшіріп, суытып, майымызды ситадан өткізіп, сүзіп аламыз. Әрі қарай сиропқа кірісеміз. Сүтті табамызға құйып, осылай қайнауға жеткенше қайнатпаймыз, ысытып аламыз. Үстіне қантты осылай бөліп құямыз. Қантты салып болған соң тоқтаусыз сүтті араластырып тұрамыз. Қант ерігенше, асты орташа от болу керек. Қант ерігенше осындай кейіпке келгенше араластырып, астын өшіріп қоямыз. Сироп дайын. Әрі қарай бір жұмыртқаға тұз салып, салқын су құйып, қамырымызды илейміз. Дәл видеодағыдай қамыр илеңіз. Қамыр қаттылау болу керек, прессованный дейді ғой, прессованный болу керек сәл. Сонда сіздің қамырыңыз жақсы жайылып, керемет төселетін болады. Дәл осылай видеодағыдай қайталап, қамырды жыртып, иілеп, әбден 20 минут көлеміне демалуға қойып қойыңыз. 20 минуттан соң қамырмен жұмыс жасай беруге болады. Дәл видеодағыдай әрі қарай пай этапына қайталаңыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін, осындай теңдей 13-14 бөлікке 80-70 граммнан бөліп алыңыз. 14 бөлікке бөлген соң 6-ауын шамамен аламыз, я болмаса 7-еуін аласыз, теңдей бөліп, қалғанын пакетке салып шетіне қоясыз. Бірінші 6 штукымызды алып, осылай шелпек күйіпіне келтіріп, крахмал сеуіп, ұнды мүлдем тигізбейсіз, кукурузный крахмал сеуіп, қамырымызды осылай жаямыз. Дәл видеодағыдай жаю техникасын қайталаңыз. Сонда сіз бір дегенде бірнеше қамырды жайып бітіресіз. Дәл видеодағыдай арасына қайта крахмал сеуіп, сіз көп болып кетеді крахмал деп қорықпаңыз. Сеуіп, осылай бірнеше қайтара үлкен көлемге келгенше жаясыз. Крахмалды көбірек осылай сеппесеңіз, қамырыңыз бір-біріне жабысып қалады.
осындай көлемге келгенше жайып аласыз. Дәл осылай көргеніңізде астынан сіздің қолыңыз көрініп тұру керек. астынан зат жұқалығы сондай болу керек қамырдың. Дайын болған қамырымыздың үстіне салатын, баклава салып пісіретін формамызды қойып, форманың көлеміне келтіріп, қамырды бір келкі етіп кесіп аласыз. Дәл осылай шетінде кесіп аласыз. Шетін тастамаймыз. Бірінші этап біткен соң қалған қамырларымызды дәл солай жайып бітіреміз. Дәл солай крахмал сеуіп, жаңағыдай инструкциямен жайып аласыз. Әрі қарай қамырымыздың бәрін жайып болған соң противенге салу этапына кірісеміз. Шеткі жаңағы артылып қалған шеткі қамырларын тастамаймыз. Ең астына осылай төсейміз. Бір келкі етіп бір қабат төсейміз. Сосын бетіне жаңағы қайнатқан майымызды алып, бетіне осылай шашып шығасыз. Қазір видеодағыдай шашып шығасыз. Міне баспайсыз, қамырда ешқандай баспайсыз, жай ғана осылай шашып шығып, ары қарай слой-слоймен шеткі қамырларды ең астына бірінші төсеп тастайсыз. Міндетті түрде әр слой арасында май себуді ұмытпаңыз. Барлық шеткі қамырды төсеп болған соң, жаңғақты осылай блендерден өткізіп үгітіп аласыз. Сосын осылай бетіне бір келкі етіп, барынша бірдей тегіс жаюға тырысыңыздар. Бір келкі етіп жайып аламыз. Жаңғағымызды жайып болған соң, жаңа біз домалақ қамырларымыз бір ғой, шет емес, домалақ біз ортасына кескен, бірдей болып кесілген қамырларымызды алып бетіне төсеп бастаймыз. Міне дәл видеодағыдай үстіп төсейсіз. Ешқашан үстін баспайсыз, прям жел келбінде простина төсеп жатқандай осылай дәл видеодағыдай төсеп, әр слой арасында бұнда да май сеуіп шығасыз. Маймен ешқандай жағып үстін баспаңыз. Сонда сіздің баклаваңыз воздушный болып слойкалары көтерілетін болады. Осылай барлық тестаны төсеп, слой-слоймен төсеп шығамыз. Соңғысын төсеп, осылай шетінде артылып қалған шеткі қамырларын осылай кесіп аласыз. Ең алдымен барлығын шетін кесіп аласыз. Бір келкі келтіріп, сосын кесілген қамырлар дәл шетте тұра береді. Үлкен қасықты алып, астына дәл видеодағыдай кіргізіп жібересіз, көрсетпей. Сосын саусақ көлеміне келтіріп, екі саусақ қойып осылай қамырыңызды дәл видеодағыдай бір келкі тік төрт бұрыш ромбик қылып кесу өз еркіңізде. Дәл осылай кесіп көлемдерге келтіріп аласыз.
Формаға кесіп болған соң, формаға келтірген соң, бетіне қайтадан ара-арасына әсіресе май сеуіп шығамыз, жақпаймыз. Дәл осылай видеодағыдай майымызды сеуіп шығамыз. Барлық бұрышына май тегізуге тырысыңыз. Майды сеуіп болған соң, пышақпен қайтадан арасына осылай кесіп шығамыз, форманың үстінен, өйткені май арасына кіруі үшін. Әрі қарай 180 градусқа пешке салып қызарғанша пісіресіз. Дәл осылай пісіреміз. Біздің баклавамыз пісті. Піскен баклаваға сразу жаңағы суыған сиробымызды құямыз. Дәл осылай видеодағыдай құйыңыз. Ешқандай көп болып кетті деп уайымдамаңыз, ол арасына әлі сіңеді. Сироп құйған соң шамамен 2 сағатқа қойып қойыңыз, өйткені сироп арасына толық сіңуі қажет. Сиробымыз сіңді, біздің баклавамыздың бетіне какао ұнтағын осылай себелеп шықсаңыз болады. Какао ұнтағын осылай себелеп шығасыз толығымен. Көп сеппеуге тырысыңыз, өйткені сәл қышқыл дәм беруі мүмкін. Жай бетін жапқанша сеуіп шығасыз. Какао сеуіп болғаннан кейін үкішпен алып, кәдімгі қара шоколад, кез келген өзіңіздің талғамыңызға байланысты үкішпен шоколадты бетіне үгітіп шығамыз осылай. Тоже бір слой өтіп шығасыз. Әрі қарай осылай қалдырсаңыз да болады, сәндесеңіз де болады. Мен фисташковый муканы алдым. Оның фисташка ұны, үгітілген фисташка түрі, бетіне осылай сәндеп шықтым. Баклаваны 2 апта көлемінде тоңазытқышта сақтап, ұсына берсеңіз болады. Яғни сақтау мерзімі 2 апта. Осымен біздің баклавамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Нағыз балғын, тәтті, таза түрік баклавасы болып шығады. Алдағы уақытта басқа да түрлі баклава рецептілермен бөлісетін боламын, және пайдалы лайфхактармен бөлісемін. Қолдау ретінде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздерге ас болсын.